Горилланы тоқтамай ішкен адам инсульт алады. Қазіргі уақытта адамдардың көбісінде тромб кездеседі. Және де оның басты себебі дұрыс тамақтанбау, зиянды тамақты тұтыну, алкоголь және тағы кете берсең өте көп. Ал енді мынаны қараңыз. Алланың құдіретімен жаратқан адамда осыншама омыртқа, осыншама нүкте бар. Қан өздігінен айналып тұрады. Сен өздігінен қолың көтеріледі, аяғың жүреді, басты көтересің, түсіресің. Бұндай шексіз нығметті бағаламау ол қылмыс. Денсаулық аманат. Өз денсаулығыңыздың хақысын беріңіз. Тұрақты анализдер тапсырып, қажетті дәрумендерді қабылдап, пайдалы әрі құнарлы тамақтаныңыз. Қимыл қозғалысты қосыңыз және де өзіңіздің өмір салтыңызды жақсарта отырып, өмір сапаңызды жақсартыңыз. Ауырмай тұрып денсаулықтың қадірін біліңіз.